Өмірде қымбатқа түсетін нәрсе ауруыңды елемеуің. Қайырлы күн, қымбатты көрерменім. Бүгін сіздердің назарларыңызға Зигмунд Фрейдтің қанатты сөздерін ұсынамыз. Зигмунд Фрейд австриялық психолог, психотерапевт, дәрігер. Психологиядағы атақты психоанализ бағытының негізін салушы. Фрейдтің психологияға қосқан үлесі адамның бей санасының және түп санасының болатынын алғаш рет зерттеп ғылымға енгізген кісі. Сондай-ақ адамның түс көруі туралы және оны жору туралы алдыңғы біздің бір видеоларымызда шыққан болатын. Мен қазір описание бөліміне сіздерге сілтемені қалдырып кететін боламын. Қаласаңыздар өтіп сол видеоны қарауларыңызға болады. Сондай-ақ сіздерге видеоларымыз ұнап жатса, бізге тіркеліп және лайк басып өз пікірлеріңізді қалдыра отырыңыздар. Адам сырттай қаншалықты мінсіз болып көрінсе, ол адамның ішінде соншалықты жындары көп болады. Адамдар бірін-бірі кездейсоқ таңдамайды. Олар тек түп санасында бар образдарды ғана жолықтырады. Өкінішке орай, басып тасталған эмоциялар жоқ болып кетпейді. Олардың тек сырттай үндерін өшіріп тастағанымен, олар іштей адамға әсер етуін жалғастыра береді. Адамды бақытты ету әуел бастан жаратушының жоспарына енбеген. Біз дүниеге жалғыз болып келеміз, жалғыз болып кетеміз. Көпті сүйген әйелдерді таниды, бірді сүйген махаббатты таниды. Біз күш пен сенімділікті әрдайым сырттан іздейміз. Оны керісінше ішімізден іздеуіміз керек. Олардың орны әрдайым осында болып қала береді. Көп адамдар шын мәнісінде еркіндікті қаламайды. Өйткені еркіндік ол жауапкершілік, ал жауапкершіліктен адамдар қорқады. Қолы бос емес адамға жалқау адам қонаққа бармайды. Қайнап жатқан қазанға шыбындар қонбайды. Мен орта ғасырларда дүниеге келсем, мен өртеп жіберетін еді. Қазір болса тек кітаптарымды өртейді. Кейде темекі дегеніміз жай ғана темекі. Көре алмаушылық пен қызғаныш адамның түбіне жетеді. Біз басқаларға күлетін кемшіліктерден өзімізде ада емеспіз. Адамға ең қымбаты ауруын елемеуі.
Бұқарада ешқашан ақиқат білімге құштарлық болмаған. Олар мүмкін емес иллюзияларды талап етеді. Секс мүлде жоқ болған кезде ғана оны жыныстық ауытқу деуге болады. Одан басқасының бәрі талғам мәселесі. Тастың орнына қарғысты атқан алғашқы адам өркениеттің жаршысы болды. Ар ұяттың мүлдем болмауы ақымақтықтың алғашқы белгісі. Түс көру адамның бейсанасына апаратын даңғыл жол. Әрбір адамның өмірде ешкімге айтпайтын, тіпті бар екенін өзі де аңғара бермейтін ішкі қалаулары болады. Адам өзі қол жеткізе алмайтын нәрселерді жоғары бағалайды және армандайды. Өзіңізді салыстыруға тиіс адам бұл өткен шақтағы өзіңіз, ал одан гөрі жақсырақ болуым тиіс дейтін адамыңыз ол осы шақтағы өзіңіз. Адам ешқашан ешқандай ләззаттан бас тартпайды, тек оларды алмастырып отырады. Сіздің жеке басыңыздың масштабы сіздің жеке қиындықтарыңызбен анықталады. Сіздермен бірге болған пайдалы психология арнасы. Көріскенше күн жақсы болсын.